1941 жыл. Таң қылаң берген сәт. Радиодан төтенше хабар тарады. Кеңес одағына қарсы соғыс басталды. Бұл адамзат тарихындағы ең ауыр, ең сұрапыл соғыстардың бірі еді. Қазақстан Майдан даласына айналды. Елден 1 миллионнан астам адам соғысқа аттанды. Олар ұлтты ұлылықпен қорғады. Генерал Панфиловтың дивизиясы ерліктің символына айналды. Қазақстандықтар шегінбейді деген ұранды ұмытпақ емеспіз. Тек майданда емес, тылда қалған қарттар, аналар, балалар күндіз түні еңбек етті. Қазақстан бүкіл кеңес одағын астықпен, етпен, көмірмен қамтамасыз етті. Әйелдер трактор жүргізді, жастар зауытта жұмыс істеді. Кітап орнына оқ, ойын орнына соғыс. Балалықтың өзі майданға айналды. Бұл тек тарих емес, бұл әр отбасының жүрегінде жатқан жара. Әкеден айырылған бала, баладан айырылған ана. Бірақ олар мойымады. Олар бізге тыныштықты сыйлады. Мәскеу түбінде жатқан жауды тоқтатқан қазақ жауынгерлері панфиловшылар. Жерді табанымыздан шегінбей қорғаймыз деп жанын қиды. Бауыржан Момышұлы қаһарман командир. Әлия мен Мәншүк ерліктің мәңгі бейнесі. Тылда қалған халық майданмен бірдей тер төкті. Әйелдер еркекше еңбек етті. Ал балалар жастайынан ересек болды. Жер жыртып, нан пісіріп, жіп иіріп, қару құрастырып. Барлығы бір ғана мақсатпен өмір сүрді. Ол тек қана жеңіс үшін. Ұлы Отан соғысы қаншама адамдарға қиындық әкелгенімен, қаншама ата-бабамыз қиналғанымен, біз осындай жетістіктерге жетіп, қазір Қазақстан елі кең байтақ, бейбіт елде өмір сүріп келеміз. Және де дәл осы абыройды бізге қан мен тер төгіп ата-бабамыз алып келген болатын. Ұлы Отан соғысында, зар заманның тоғысында, фашистерді жойысуға, көтерілді барлық халық, бір-біріне болысуға. Аттанды ел қаламыздан, аттанды өр даламыздан, айырылдық әкемізден, айырылдық атамыздан. Таптатпадық бірақ бауды, қорғап қалдық көлді тауды. Соңғы соғыс дедік біздер, жеңдік дедік соңғы жауды. Бірақ сұмдар барда, жаулық торын құрған алда, бітпей деген соғыс құрғыр, қан іздеген мұңдар барда. Сақтау үшін жерін аман, қорғау үшін елін аман, тыныштықты күзететін тағы да толы қилы заман. Ауған тәжік арасында пәншінің сағасы еді. Шиқабыр шатқалы бар, соғыс болды, нанасын ба? Сол бір шақта көктемеді, қызғалдақтар көктемеді. Тыныштықты күзететін Қазақстан сарбаздарын бейбіт елдің өткен желі. Жау жатар ма бірақ тырынш, салды бірден шынақ ұрыс. Аяқ асты ешкімге келмей шыналды оларымыз. Соқтықты жау аяқ асты, ешкімді олар аямасты. Сан қарудан жаудырды оқ, от пенен су араласты. Көк түтін қып шекараны, автоматтың жетер аны, зеңбіректер зіркілдейді найзағайдан бетер әрі. Тарсыл күрсіл кім түсінген, жатыр солдат сұр пішінмен. Көк түтіннің арасынан сарбаз аяп күн күрсінген, қып-қызыл қан бояпталды. Соңғы соғыс аяқталды. Соңғы соғыс өлгенді ешкім оятпады. Жау жеңілді қан іздеген. Соңғы соғыс аяқталды.